Так, мен бүгін балаларыма тез жасалатын бутерброд жасаймын деп шештім. Ол үшін батон нанды алдым да, осылай тез бөліктерге бөліп, беттеріне майонез салып шықтым. Және менде үйде мына Три желанияның кетчупы болды. Сол кетчупты де үстіне салып шықтым. Және үсті бутербродтардың үстіне кетчуптерімді салып, бәрін бірдей қылып бетіне жайып алдым. Және менде үйде вареный колбаса болды, халал. Соны тез үкіштен көзінен өткіздім. Және де сырды да осылай алып үкіштен өткіздім. Және осы екеуінің үстіне майонез, көз мөлшерімен және кетчуптан және 2 жұмыртқа салдым. Жұмыртқа салдым және дәмдірек болсын деп кішкене аздап кетчуп қосып, бәрін әбден жақсылап араластырып, жаңа кесіп дайындап қойған нандардың үстіне салып шықтым. Және де осы жасаған бутербродтарым сочный, мочный болу үшін тағы да кішкене үстіне сырды үкіштен өткізіп шықтым. Міне сөйтіп бұны пешке салдым.